Баршаңызға, каналды қолданушылар. Көпшілігіміз күнделікті пайдаға асырып жүрген асқабақтың ағзамызға тигізер пайдасы жөнінде біле бермейміз. Асқабақ өнімдерін пайдаланудың да өзіндік ерекшеліктер бар екен. Олай болса, осы каналға тіркеліп ақпарат ала кетіңіз. Асқабақтың құрамында калций, цинк, марганец, фосфор, йод, фтор мен магний элементтері жеткілікті. Асқабақты склероз, диабет және өт қабынуына шалдыққан жандар көптеп пайдалануы керек. Асқабақ артық салмақтан арылуға көмек береді. Асқабақты жүктілік кезеңінде де қолданған жөн. Әсіресе жас аналар асқабақпен қоректенсе, витаминдер қорын жияды, әрі сәбиге де пайдалы. Асқабақ шырынын қабылдау суық мезгілде пайдасын тигізеді. Тұмау мен өкпе ауруынан зардап шексеңіз, асқабақ шырынын ішіңіз. Асқабақ дәнінің құрамында цинк пен белок жеткілікті. Олар асқазан мен ішек, сонымен бірге бауыр ауруларымен күресуге көп көмегін береді. Егер сіз тері түрлеуіне немесе тері ауруларына жиі тап болсаңыз, асқабақты қолданысқа енгізіңіз. Қазақ дастарханында асқабақтан пісірілген тағамдар көп қойыла бермейді. Оның еті мен дәнінен, пілегінен емдік дәрілер жасалатын, халық медицинасында бауыр ауруы емінің бірден-бір шипасы асқабақ жеу екенін біле бермейтіндер де көп. Асқабақ көптеген дерттен айықтырады. Және де базарларда асқабақтың бағасы қымбат болғандықтан оны күнделікті ас мәзірінде қолдану үшін сатып алушылар да аз. Жалпы, асқабақ қандай өсімдік? Қазақ жеріне ол қайдан әкелінді? Оны қандай ауруларға пайдалануға болады? Құрамында нендей дәрумендер бар? Бұл жөнінде де нақты деректерді табу өте қиын. Асқабақ тұқымдастарына жататын бір және көп жылдық шөптесін. Қолдан өсірілетін өсімдік. Усыз, дәмді жеміс. Ол біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасырда Мексикада, Перуде белгілі болып, 15 ғасырдың соңында Мысырға әкелінген. Асқабақ Қазақстанның барлық өңірлерінде, әсіресе оңтүстік аудандарда көбірек өсіріліп, тағамда, мал азығында пайдаланылады. Қазақстанда асқабақтың кәдімгі түрлері мен ірі асқабақтардың түрлері мен сорттары өсіріледі. Құрамында 18% құрғақ заттар, 10% сахароза, аскорбин қышқылы, каротин, тиамин қышқылы. Дәнінде 40% май бар. Құрамында әртүрлі физиологиялық әсері бар кукурбитацин заты болады. Адамға пайдалылығы жағына бұл бақша өнім өзге жеміс-жидектер мен көкөністерге қарағанда дәрумендерге өте бай. Адам ағзасында қажетті С, В1, В2, В5, Е, ағзадағы зат алмасу жеделдететін Т және қанның ұюына ықпал болатын К дәрумені, калий, кальций, темір кездеседі. Дәрумендердің көптігіне бола 1001 ауруға ем. Көру нашарлығында, қаназдық, артық салмақтан, тағы басқадан арылғысы келетін таптырмайтын ем. Шлактан тазартып, зат алмасуды тұрақтандырады. Ауа райы мен топырақтың жағдайын талғамай өсетін болғандықтан өсіргенде химиялық препараттарды қолданбайды. Өз күшімен өседі. Дәрігерлер қауымы жүрек әлсіздігінен жүдегендерге ем ретінде асқабақтың жұмсақ мәйегін отқа немесе суға, күйген науқастарға жарасына таңуға болатынын айтады. Асқабақтың несеп жүргізетін, ыстықты түсіретін қасиеттері белгілі. Жүрек қан тамыр аурулары, гипертония, зат алмасуды қиындықтары бар науқастарға диеталық тағам ретінде ұсынылған. Асқабақ дәні балмен араластырып жеп, ішек құрттарын түсіру үшін пайдаланылады. Бүйрек, бауыр ауырған кезде күніне 1 стақан шырынын ішу керек. Шырынын, яғни сөлін жаңа пайдаланған күйінде ғана ішеді, өйткені үйде сақталуы қиын. Минералды тұздар мен дәрумендерге бай асқабақ дәндерінің құрамында ақуыздар, омега-3, қанықтырылмаған май қышқылдары, селен, магний, мырыш, С, В тобының дәрумендері жеткілікті. Несеп жыныс жүйесінің көптеген ауруларын емдеуге көмегі зор. Несеп қабынуға қарсы өт айдап паразиттерді құртатын асқабақтың өзі. Құрамында жасанды талшықтың, судың көп мөлшерінің арқасында асқабақты арықтауға болатын емі де бар. Ас қорыту үдерістерін тездетеді, уыттардан тазартады. Денсаулыққа пайдалы табиғи өсімдік майларының бірі асқабақ майы. 90%-ға жуық қанықпаған майларды 60%-ға дейін линольді қышқылдан және 15% шамасында линолен қышқылынан тұрады. Қошқыл, жасыл немесе қою, қоңыр түс бар, өткір, хош иісті тәтті дәмі бар. Биологиялық белсенді зат
ретінде қолданылады. Жүрегінің айнығанын асқабақ шырыны басады. Ағза жүдегенде, әлсіздік кезде асқабақты сүтпен дайындап, қаймақ, май, жаңғақ, бадаммен қосып жейді. Асқазан ішек жолдары асқазанның шырышты қабатында дерт болса, асқабақтан езбе дайындап ішіңіз. Бүйрек ауырғанда тәулігіне жарты стақан шырыны немесе қайнатылғанын жейді. Терідегі қышыма, есек жем шыққанда, не болмаса күйік шалғанда үккіштен өткен мәйегінен компресс жасайды. Саура ауру дертінде 4 ай қатарынан үзбей мәйегін жеу керек. Бауырға өте жақсы, әрі қызметі жақсарады, әрі пайдалы. Ішектегі құрт дертінде асқабақты алып, дәні мен мәйегін ойып алып, жылы су құяды. Жарты сағат беті жабық ыдыстың ішінде болу керек. Дайын кезде тұнбадан күніне 4 реттен астам 20 минут бұрын жарты стақан жеді. 20 күн, 1 айдан кейін қайтадан жалғасы. Ішектегі паразиттен ең тиімді тәсілі қабығы аршылған дәнін аш қарынға жейді. 7 шақты дәнді езіп, сүтпен ішеді. Простатит кезінде жарты килограмм тазаланған асқабақ дәнін шикісін ет тартқыштан өткізіп 1 стақан балмен араластырып жеу керек. 10 шақтысын банкыға салып, қалғанын тоңазытқышта сақтайды. Күніне 1 рет аш қарынға 30 минут бұрын жейді. Емді жылына 1 рет қана жасайды. Көп жеу жүректі нашарлатып жібереді. Ұйқысыздық болғанда қайнатылған буға піскен асқабақ мәйегінен ботқа дайындап, күніне 2 рет 50 граммнан ішеді. Жатар алдында қайнатпасына бал қосып 3 стақанынан кәдеге жаратады. Екінші жағдайда 20 бадам жаңғағына 1 шай қасық асқабақ дәнегін қосып, үстіне қайнаған су құйып 8 сағат тоңдырады. Кешке таман ішу керек. Асқабақтың адам ағзасына пайдасы ежелден белгілі. Бұл көкөністі тамақ ретінде жеу арқылы ағзаны қажетті дәрумендер мен минералды заттарға толықтырасыз. Әрі көптеген дертке дауа болатын қасиеті бар екені белгілі болды. Әсіресе асқабақтың дәні өте пайдалы заттардың қайнар көзі. Айталық асқабақ дәнімен халық емінде жүрек қан тамыр ауруларын емдейтінін білесіз бе? Одан да басқа 1000 түрлі дертке шипа болады. Нақтырақ айтқанда, қандағы холестерин деңгейін түсіреді. Жүрегі ауыратын науқастарға асқабақ дәнін үзбей жеуге кеңес береміз. Өйткені бұл дән қандағы холестеринді төмендетіп, тромбтың түзілуін реттейді. Құрамындағы фосфор, мыс, темір элементтерінің арқасында қаназдық пен атеросклероз ауруынан айықтырады. Климакс кезіндегі ауырлықты болдырмайды. Етектер үзілісі кез келген әйелде ауыр өтетін жағдай. Бұл уақытта 40 түрлі дерт қозып, жалпы жағдай нашарлайды. Гормоналдық өзгерістер орын алады. Ал осындай ауырлықты жеңіл өткіргіңіз келсе, онда құрамы дәрумендер мен минералды заттарға бай асқабақ дәнін жеуді әдетке айналдырыңыз. Климакс кезінде әйелдің қызуы көтеріледі, тоқтаусыз терлейді, көңіл күйі нашарлайды, жүрек соғысы өзгеріп, қан қысымы ойнайды. Бұл жайсыздықтың бірден бір емі асқабақ дәні екенін ескергеніңіз дұрыс. Қатерлі ісіктің алдын алады. Асқабақ дәні кукурбитин деп аталатын теңдессіз байлықтың қайнар көзі. Ал бұл зат өз кезегінде қатерлі ісік ауруының алдын алып, ағзаны сақтайды, әрі қорғайды. Мамандар асқабақ дәнін үзбей жейтіндердің бауыр, сүт безі, тікішек, ұйқы безі, өкпе, асқазан, қатерлі ісік ауруына ешқашан шалдықпайтынын растайды. Қандағы қанттың мөлшерін реттейді. Өздеріңіз білетіндей, қант диабетіне шалдыққан науқастар белгілі бір мәзірде тамақтануы тиіс. Қантты, тәттіні, ащыны, майлыны шектесе, ал көкөніс, жеміс, буға піскен және қайнатылған тағамдарға рұқсат етіледі. Оған қоса асқабақ дәнінің де кереметтей пайдасы бар екені айтылады. Ендеше аталған аурудың алдын алу үшін ағзаны улайтын химикатты дәрілерді емес, керісінше ағзаны дәрумендер мен минералды заттарға байытатын асқабақ дәнін жеуге кеңес береміз. Осы каналға тіркеле отырып, өзіңіздің денсаулығыңызға пайдалы ақпараттармен таныса отырыңыз. Барлық ақпарат осында салынады. Рахмет.